Сәлем достар, ECP ключ алу жолы өзгерген болатын. Соған байланысты сіздерге видео нұсқаулық түсіріп жатырмын. Алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіз. Содан соң Google-ға поискке pkai.kz деп жазамыз. Бірінші шыққан, мен национальный деп басталып тұр ғой, соны басып, сол сайтқа өтеміз. Бұл жерде ECP кілті получение ключей ECP деп тұр. Получение ключей ECP удаленно деп тұр. Удаленно дегенін басамыз. Одан кейін физическое лица, юридическое лица деп шығып тұр. Соның ішінде біз физическое лицоны таңдаймыз. Келесісінде подайте заявку деген кнопканы басамыз. Осындай нұсқаулық шығады. Птичканы қойып, енгізу деген батырманы басамыз. Екі жолға біреуіне кодты тереміз суреттегі, екіншісіне JSN-імізді теретін боламыз. Яғни ECP кілт кімге керек, соның JSN-ін тереміз. Бізде код 60774. Соны теріп және JSN жазамыз. JSN тексеру дегенді басамыз. Сол адам туралы ақпарат шығады, аты жөні, папасының аты барлығы. Одан кейін тағы да далее дегенді басамыз. Именно жерге сол адамның телефон номерін жазамыз. Телефон номерін жазып, получить код дегенді басқан кезде бізге телефонымызға сообщение келу керек. Сол сообщениедегі кодты осы жерге тереміз. Кодты енгізіп болғаннан кейін бізде камера қосылады. Камерадан видео проверкіден өтуіміз керек. Содан кейін барып қана ECP кілтті аласыздар. Мен жағдайымда камераны сөндіріп қойдым. Осында QR код шықты. Мен телефонымен, камерасымен осы QR кодты оқыдым. И маған ссылка шықты. Астына сол ссылканы басу арқылы телефоннан өттім видео проверкіден. Егер сіздің клиентіңіз сізден алыс жерде болса, онда осы методты қолдансаңыз болады. Осы шыққан QR-ды суретке түсіріп алып, программа бар, Aspots деген, сканирование QR кодов. Соны Google-ға теріп, жоғарысына ашып қоясыз да. Осы суретке түсіріп аласыз бірінші QR-ды. Сосын WhatsApp арқылы осы компьютеріңізге жіберіп аласыз. Осылай Google-ға сканер QR онлайн десеңіз, бірінші шыққан программаны қолдана берсеңіз болады. WhatsApp веб арқылы компьютеріңізге манағы QR кодтың суретін жүктеп аласыз. Сосын загрузить изображение деп осы программаға саласыз. Ол программа QR кодты оқиды да, сізге ссылка шығарып береді. Сол ссылканы копировать етіп, жаңа клиентіңіздің WhatsApp-ына жібересіз. Сол ссылка арқылы ол кісі видео проверкіден өтеді. Содан кейін экранда осындай болып жазу өзгереді. Разрешить дегенді басасыз. Одан кейін осындай терезеде птичканы қойып енгізу дегенді басамыз. Одан кейін кілт қоймасын таңдау және тапсырыс беру деген кнопканы басамыз. Компьютеріміздегі кілтті қай жерге сақтауымыз керек, сол папканы таңдаймыз. Мен любой бір папканы таңдай салдым. Таңдағаннан кейін далее деген кнопканы басамыз. Бұрын бізде ECP кілтті алған кезде екі кілт жүктелетін еді. Біреуімен, мысалы, EGOV-ға кірсек, екіншісімен қол қоятын едік. Ал қазір кілт біреу, сол кілтпен кіресіз, сол кілтпен қол қоясыз. Кілттің атауы GHOST деп тұрады. Мына жерде жаңарту деген кнопканы басамыз. Одан кейін сертификаттарды жүктеу деген кнопканы басып, ECP кілтімізге пароль береміз. Өзіміз оңай, есте сақталатын 4-5 сананы тұратын бір жеңіл пароль таңдауымыз керек. Сертификаттарымыз жүктелді. Енді қолдана берсеңіздер болады. Сәттілік.